Қазір мен сіздерге ыдыс жууды көрсететін боламын. Мысалға мына бокалды алайық. Іші осындай қоп-қоңыр. Не дейтін еді? Сондай бір қоңыр нәрсе болады. Қасықпен істеген кезде сондай бір сырылып, сондай болып кетеді. Соны кетірудің қазір жолын көрсететін боламын. Сонда дейін көріңіздер. Бірінші бізге осындай сода керек болады. Одан кішкентай ғана қосамыз бокалға. Болды, осы жетеді бізге. Жарты қасық или жарты қасыққа жетпей салсаңыздар болады. Потом осындай фери қосамыз. Бұда сүттің иісі қалып қалады. Бір түрлі шығады. Бірінші бізге осындай фери тоже. Маған көп қосылып кетші. Болды, бізге осы жетеді, менің ойымша. Сосын тоже сода қосамыз. Бірақ сода қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Меніңше осы жетеді, көп бір шетін шығар, иә. Қазір су толтырамыз да. Елдеріңізде андай щетка болса, осымен сықлайсыздар. Бутылка жууға арналған, сықлайсыздар. Онда есі кетеді. Еще тазарады. Ең көпшіктері ағадыр. Тасып айтыр бірінші. Егер жоқ болса, білмеймін, немен істейтіндеріңіз осындай щетка болу керек. Жақынан көрсейін, осындай бутылка жуатын. Не. Өйстіп береміз. Өйтіп күлеміз. Енді жуамыз. Алдыңға қарағанда қараңыздар тазарып қалды. Короче, иісі ферридің иісіне ұқсап тұр. Осындай болды. И осындай соскысын жуамыз. Қойын бүйтіп жуа салсаңыздар болады. Бұдан қатты иіс шықпайды, сол үшін не істесеңіз болады. Мына бокалды істегенде, бұны тоже ысқылаймыз, но тряпкамен ысқылаймыз. Андай бүйтіп қатты ысқылайсыздар. Кетіп жатыр. Мен бұл лайфхакты негізі көп істеймін. Андай бокалдарды алсаңыздар болады, мынандай бокал ше, осындай бокал. Қоңыр андай болып кетеді ғой. Соған үстіп дәл осылай ферри сода қосып істесеңіздер болады. Сонда мөлдір болып кетеді да. Результатын көресіздер ма? Іші аппақ болды. 1, 2, 3. Аппақ болды. Мына, қазір жып-жылтыр. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Тағы да қандай лайфхак істеймін қалайсыздар, астына жазып кетіңіздер. Бұл бізде ыдыс-аяқ туралы лайфхактар. Енді мына бокалды алайық. Қоп-қоңыр болып кеткен, қараңыздар. Енді осыны қазір шайылдық. Соны да кетпейді, көріңіздер ма? Сол лайфхакты қайтадан істейік. Анау бағана ғана Элза бокал, ол тек қана ішіне ғана істедік. Ондай бокал негізі тез кірленеді, сол үшін осығанда көрсетіп кете салайын. Қалай жылтырағанын көресіздер. Жылтырағаны көріне ма білмеймін, бірақ ше. Болды шедет. Су толтырамыз. 5 минутқа қоямыз. Так, бізде 5 минут өтті, енді мынаны жуатын боламыз. Сыртында сықлап жеріңіз, сыртында да кір болады ғой енді. Сода, короче, 3 ингредиент дейтін бет. Су, сода, ферри. Осы үшеуін қосып 3-4 минут күтіп, жақсылап ысқыласаңыздар, короче, тап-таза мөп-мөлдір болады. Не, результатын қараңыздар. Уже мөп-мөлдір болады. Жуамыз енді. Реально новый бокал болды, қараңыздар. Жылтырап тұр, ә? Красиво!
бұл. Видео ұнаса мені қолдап, лайк басып, астына тұрған қызыл батырма, яғни подписаться, тіркелу батырмасын басып, мені қолданып ұмытпаңыздар. Тағы қандай лайфхак түсірейін, астына жазамыз, яғни комментарийге жазамыз. Бәріңізге сау болыңыздар.